теңіз туралы аңыз. Он 8-ші бөлім. Егер өмірге қайта келсем, тағы бір рет өз әйелімнің күйеуі, өз баламның әкесі ретінде өмір сүргім келеді. Менің қалауым осы. Кешір мені. Жунже, сен мені кешір. Әке. Әке. Жедел жәрдем бекен. Мұнда ауыр халдегі науқас бар еді. Соңғы уақытта қандай дәрі ішіп жүреді? Нақты білмедім. Біраз уақыт бұрын миына қан құйылып ота жасатқан еді. Және алдағы уақытта көзіне ота жасатуды жоспарлап жүрген. Мүмкін соған байланысты дәрілер ішкен шығар. Айтарлықтай жарақатта жоқ. Мәйітке қарасақ, уланып өлгенің белгісі де білінбейді. Ернінің көгеріп кеткеніне қарағанда жүректен инфаркт болған сияқты. Бірақ мәйітті тексерген соң бәрі белгілі болады. Айтпақшы, апаңыз қайда? Бір жерге кеткен. 2 сағат бұрын телефонмен сөйлескенде кездесуге бара жатырмын деген еді. Әкеңіздің қайтыс болғаннан әлде бейхабар ма? Иә. Ыңғай келмеген соң әлі ескертпедім. Ол кісі естісе бірдеңе боп қалама деп қорқам. Иә, дұрыс. Олай болса мәйітті өзі тіркеуде тұрған ауруханаға апарамыз. Келісім бересіз бе? Иә. Енді қайттым. Әкешім, енді қайттым. Мүмкін емес. Тұра тұрыңыздар. Тұра тұршы, Әкетай. Қалайша тастап кеттің мені, әке? Әке! Әке! Кешірші мені. Кешірші мені, әке. Тексеру аяқталған соң жерлеуге рұқсат қағазын береді. Оған дейін әкеңізді соңғы сапарға аттандырып салуға дайындық жасай беріңіздер. Жарайды. Сөйтеміз. Чихьон.
Бері кел. Бері кел, жексұрын неме. Ей, не болды? Бұның не? Сен кімсің? Сенің кесіріңнен әкем. Шешең екеуің кінәлісіңдер. Сендерді жайларыңа қалдырмайым. Өлтірем. Екеуіңді де өз қолыммен өлтірем. Есің дұрыс па сенің, бұның не? Не? Ей, сендер өлтірдіңдер. Әкемді өлтіргендер сендер. Сендер! Бұныңыз не? Не болды? Мен Хойыл Жунның ұлыман. Ол кісінің ұлы менмін. Дұрыс айтады. Бұл менің інім. Інім? Мен не сенің ініңмін бе? Сен кім едің? Кім едің сонша? Кімсің сен? Ей, түрмеге түскін келе ме? Мұнда келіңдер. Кімсің сен? Жіберіңдер. Жіберіңдер деймін. Жібер қане. Жіберіңдер. Жібер дейм. Тимеңдер оған. Мұның не сенің? Ей, бір. Жіберіңдер бұған, тимеңдер. Хожунжи, есіңді жи. Иә, осылай сабырға кел. Әкем қайтыс болды. Мен араша түсуім керек еді. Араша бола алмадым. Сондықтан да есіңді жиып өзіңе берік болуың керек. Бәрін анықтауың керек қой. Әкеңе не болғанын анықтауың керек. Әзірше әкеңнің жанына бар. Бұл жерді мен бақылауда ұстаймын. Жарай ма? Келістік бе? Болды. Жаң тергеуші. Не болды? Жунжиге не болды екен? Хоң тергеуші кетті ғой. Бір хабарын беретін шығар. Айтпақшы, Чоң, менің бір нәрсені білгім келіп жүреді. Өзің айтып едің ғой. Мадейон. Қазір оның есінде ештеңе жоқ. Оның есінде не жоқ екен? Өзінің кім екенін және соңғы кездерін естігенін де білмейді. Расында да Мадейон есін жоғалтты ма? Оны сен қайдан білесің? Әлде оған бәрін сен ұмыттырдың ба? Мадейонға? Оны не үшін сұрадың? Жоқ, бұрында да сені жақсы танымаушым едім. Соңғы кездері мүлде танымай жүрмін. Сенің қандай адам екеніңді, қандай қабілетің бар екен. Сен кімсің? Мен сенің досың емеспін бе? Досым. Бірақ мен бір адамды өзіме сендіріп дос қылғаным мен, сол адамның ту сыртынан пышақ ұра салатыным бар. Сені сол үшін де жақсы көрмеймін. Бірақ мен дос бола аламын деп шешсем, ақырына дейін дос болам. Ту сыртымнан пышақ ұрасың ба жоқ па, оны өзің білесің. Егер менің ту сыртымнан пышақ ұрсаң, әрі қарай не істейтінімді сол кезде ойланып көрем. Неге телефон көтермейсіңдер? Есімді шығардың ғой, не боп қалды?
Менің жадымды өшіре аласың ба? Әкем туралы естеліктердің бәрін. Жунше, Сенің қолыңнан келеді ғой. Менің жадымды өшіріп берші. Жақсы естеліктер жақсы болған соң қинайды. Жаман естеліктер жаман болған соң қинайды екен. Әкем туралы барлық естеліктер жанымды жегідей жеп барады. сонда да өшіре алмайым. Себебі қанша қиналсаң да әкеңді жақсы көрдің ғой. Жақсы көрген адамыңды қанша қиналсаң да ұмытуға болмайды. Мен сәл ертерек барсам, әкемді құтқарып қалар ма едім? Жоқ. Мен сәл болса да қаттырақ жақсы көрсем, әкемді аман алып қалар ма едім? Жоқ. Мен сәл болса да... Жоқ. Оған сен кінәлі емессің. Сенің еш жазығың жоқ. Соңғы қоңырауына жауап беруім керек еді. Жауап беріп, бәрі дұрыс деп, мен сізді кешірдім деп, мен сізді жақсы көрем деп айтуым керек еді. Бірақ айта алмадым. Ол кісіні жек көріп жүріп, шынымды айта алмай қалдым. Бір күн уақытым болғанда, тіпті бір сағат, тіпті бір минутым болғанда, осының бәрін айтар едім. Енді айта алмайым. Енді айтсам да естімейді. Естімейді. Айта алмайым. Кейбір нәрселерді айтпаса да, адам іштей сезеді. Ол кісі де бәрін білгенде шығар. Көк теңіз туралы аңыз. Қымбаттым. Қымбаттым, сен мұнда неғып жатырсың? Сен мұнда не үшін жатырсың? Апа, Бұлай болуы мүмкін емес. Маған аман есен барып кел дегенің қайда? Сыртқа шықпағаныңа көп болды деп едің ғой. Сәлден соң көрсеміз дегенің қайда? Ешқайда бармауым керек еді. Қымбаттым. Мен қайтем еді бұлай тастап кетсең? Қалай өмір сүрем, қымбаттым? Бұлай болмайды. Мен мұндайға көне алар емеспін. Бұлай болуы мүмкін емес. апаңызды сәл сабырға шақырыңыз. Мұндай күйде мәйітханаға кіруге болмайды. Бұлай жібере алмайым. Бұлай болмайды. Апа, уайымдап есінен танып қалған сияқты. Жедел жәрдем бөліміне жеткізу керек. Қап, мұнаны біздің ғана көргеніміз қандай өкінішті. Бойындағы дарынды қорғылып жүр екен ғой.
Әкеңе аяқ асты не боп қалды екен? Әлі тексеріп жатыр. Ертеңге дейін бір нәтиже шығып қалатын шығар. Шарапты көп ішпе деуші едім. Темекіні де көп шегетін. Айтсаң тыңдамайтын. Қартайған сайын бір күн бұрынғы нәрселер ұмытылып, бұрынғы нәрселер ғана есінде қалады деуші еді. Мен де қартайыппын ғой. Бұрынғы сәттер дәл бір кеше ғана болған сияқты. Әкең сондай жап-жас көрініп еді. Әкемен кездеспедіңіз? Иә. Бір ай бұрын кездейсоқ көріп қалғам. Осы ауруханадан. Бірақ мені танымағандай өте шықты. Көзіміз түйсе де жай кетіп қалып еді. Тура бір бәрін ұмытып кеткен адам сияқты болып еді. Егер өмірге қайта келсем, тағы да өз әйелімнің күйеуі, өз ұлымның әкесі ретінде өмір сүргім келеді. Мен соны қалаймын. Мен соны қалаймын. Әкемнің көз ауырып, мүлде көрмейтін боп қалған еді. Не? Ол кісі сізді көрмегенде өте шықпаған. Көре алмаған ғой. Иә, қорғаушы Ли. Қайтыс болды деп ертең құжаттарды өткізіңіз. Қанша уақыт алады? Бір аптадай уақыт алады. Тым ұзақ қой. Мүмкіндігінше тезірек еттеңіз. Менде енді бәрі дұрыс. Дәрі ішпеймін. Дәрігерге әуре болмасын деп айт. Сіз естідіңіз ғой, иә? Нені? Апа, маған ашып айтуыңыз керек. Мен білсем ғана сізге көмектесе алам. Иә. Дұрыс айтасың. Бірақ егер бірдеңе бола қалса, сен ештеңе білмейсің. Жонамду мырза. Бір. Екі. Тоқтаңдар. Жаңа келген сарбаз. Есімім Пакму болады. Иә, сен әскери өнер шебермен келген деп естіп едім. Менің ұлыма көз құрыңды сала жүр. Жиған дүниең болса, көз алартатын елдер де көп болады деген. Иә, бірақ менің есімімді қайдан... Сізбен оңаша сөйлесейін деп едім. Жунже соңғы кездері бір түрлі істермен айналысып жүрген соң, уайымдап ізін аңдып көріп ем. Солай ма? Сөйтіп жүріп, сіз туралда біраз біліп қалдым. Сіз Жунжеге ұқсамайды екенсіз. Жунже біреудің арам жолмен тапқан ақшасын
Яғни шағым түсіре алмайтын адамдардың ақшасын алаяқтықпен алса, сіз адам талғамайды екенсіз. Бір сөзбен айтсақ, нағыз қылмыскер. Иә, мен адам талғамаймын. Дұрыс айтасыз. Тамақта талғамаймын, жұмысты да талғамаймын. Иә, оныңыз дұрыс. Иә, сонымен не демексіз? Ертең болсын, бүгін болсын, қалаған уақытымда сені түрмеге отырғыза алам дегенім ғой. Не істейсің? Менің айтқанымды істейсің бе? Әлде отырасың ба? Неге бірден дөрекі сөйлейсіз? Маған да сіз деп сөйлегеніңіз дұрыс шығар. Мен әрдайым ақшасы көп адам жағындамын. Байқаймын, сіз әкеңіздің байлығына мұрагер болып қалатын сияқтысыз. Демек, мені бұлай бопсаламасаңыз да, сіздің дегеніңізді істеуіме толық себеп бар деп ойлаймын. Ойланыңызшы, не қалайсыз? Қане? Жунженің көзін құрту керек. Қайдан? Қайдан болсын? Жер бетінен. Шынымды айтсам, менің де қол жеткізгім келіп жүрген нәрселерімнің бірі де сол еді. Жунже жоқ болса, маған да бәрі жеңіл болар еді. Жақсы, оған сәл бауыр басып қалғаным сәл қинайды, бірақ мейлі дегеніңіз болсын. Бәрібір бүгін болмаса да ертең жолымыз екіге айырылады ғой. Қазаның себебі аяқ асты жүрегі тоқтап қалған. Жүрегі тоқтап қалған дейсіз бе? Уланып өлмеген бе? Егер уланып өлген болса, мәйіттің ерні қарауытып тұратын еді. Бірақ мәйіттің ерні көгеріп тұр. Жүрек тоқтап келген кезде ерінің түсі осындай болады. Әдетте уланып өлсе мәйітте дақтар пайда болады. Бұл кісіден ондай дақтар табылмады. Марқұмның сырқатнамасында мұқият қарап шықтым. Аяқ асты жүрегі тоқтап қалғаны анық. Егер күшті болған жағдайда сіз айтқандай болар еді. Бірақ бәрпі сияқты өсімдіктен алынған табиғи удан уланған болса, оның белгілері бөлек болады. Яғни сырт көзге жүрек тоқтап қалғанмен бірдей болады. Мәйітке әлі сараптама жасау керек. Сонда ғана қазаның себебін анықтап, кімнің кінәлі екенін де таба аламыз. Әкеңді тағы бір мәрте өлтірмексің бе? Не болды? Жасыратындай бір нәрсеңіз бар ма еді? Ондай ештеңе жоқ. Жунже, әкеңнің бізді тастап кеткенінің өзі маған оңай соғып тұрған жоқ. Марқұмның мәйітін бостан-босқа пышаққа салдырғым келмейді. Не мақсатпен сараптама жасатпақсың? Не істейін деп тұрсың? Әкемді сіздің өлтіргеніңізді дәлелдеу үшін. Ей! Сабрет Шихён. 10 жыл өтті, Жунже. 10 жыл бойы сенің әкең сені сондай сағынып күтті. 10 жыл бойы үйге бір іздеп келмеп едің. Аяқ асты бұлай істеуіңнің себебін түсіне алмай тұрмын. Ақша үшін бе? Егер ақша үшін болса, бәрін саған берейін. Сондықтан марқұмды соңғы сапарға жақсылап шығарып салайық. Не болса да сенің әкең емес пе? Марқұмның мәйітіне тыныштық берейік. Тыныштық берейік. Өзіңізді алдағандай. Асқан шебер әртістігіңізбен көп адамды өзіңізге сендіріп, әкемді де алдап келдіңіз. Бірақ енді ол әдісіңіз жүзеге аспайды. Мен Хойлжун, марқұмның жалғыз ғана туған ұлымын. Ол үйден табылған бәрпі өсімдігі және Кангсохидің жеке заттарының арасынан шыққан ұсақ инелер, әртүрлі дәрі-дәрмектердің бәрі күдіге алатады. Сондықтан сараптама жасауды талап етем. Бұл үйдің үлкен ұлы менмін. Және әкем мені жалғыз ұлым деп мойындайтын. Інім 10 жыл бұрын үйден кетіп, әкеммен ара қатынасын үзген. Біраз уақыт бұрын мұрагер туралы сөз шыққалы, әкемді қайта жағалай бастады.
Біз анам екеуміз әкемнің мәйітіне сараптама жасауға қарсымыз. Және әкемнің рухы да соны қалайды деп ойлаймын. Үйде тінту туралы рұқсат қағазымыз. Үйде тінтіп шығыңдар. Құпылат. Қазаға киетін киімді тым ерте киіп алған жоқсыз ба? Көп ұзамай жерлеу рәсімі болады емес пе? Істі болсаңыз жерлеу рәсіміне қатыса алмай қалуыңыз да мүмкін ғой. Өзіңізге сондай сенімді сияқтысыз. Қалай ойласаңыз да, ерік өзіңізде. Бәрібір маған сенбейсіз ғой. Канг Джи Хён деген кісіні білмеуші ме едіңіз? Және алдағы уақыттағы маған қояр сұрақтарыңыз болса, менің қорғаушым арқылы қойыңыз. Қорғаушы деңіз. Дегенмен де қорғаушы арқылы жауап беретіндей бір себеп бар сияқты ғой. Бірақ басқа малыңыз да жоқ. Себебі егізіңіздің аты жөнмен жүрсіз. Бала күндегі суреттеріңізді әрең іздеп тауып едім. Екеуіңіз сондай ұқсайды екенсіздер. Бір кіндіктенсіздер ме? Не айтып тұрғаныңызды түсінсем бермасын. Сыңарыңыз қазір қайда? Әлде ол өзіңізсіз бе? Есімнен адасатын шығармын. Ей, ештеңе таппадыңдар ма? Өзіңіз көріп тұрғандай. Мырза, бұл жолы қателескен жоқсыз ба? Мүмкін емес. Оны бұл үйден әлі алып шыға қойған жоқ. Осы үйде екені анық. Қымбаттым, бүгін қызғылт емес, қара түстісін тақ. Неге? О, президент қайтыс болды дейді. Қайтыс болыпты. Не? Қалайша? Білмеймін. Қазір ғана естідім. Не боп кетті өзі? Бұлай аяғасты кетіп қалса, біздің тағдырымыз не болмақ? Не болмақ? Хо президенттің дүние мүлкін әлгі өгей баласымен Канг Сохиға мұра етіп қалдырыпты демеп пе еді? Сөйтіпті. Сонда да мен өсиет етіп хат қалдырса да, ақырында дүние мүлкін туған баласына беретін шығар деп едім. Өзі қызық екен. Иә, өсиет хат деген нәрсен түзей салуға болады ғой. Бірақ енді бұлай аяғасты қайтыс болса, бәрі қалай бар, сол қалпында қалады емес пе? Әрине, демек бізде дұрыс таңдау жасамадық па? Дұрыс емес, таңдауың былай тұрсын. Менің Канг Сохи деген немеге істегенімді ойласам, өзімді аямай жазалағым келіп тұр. Әлде болса да, қателігімізді түзеуіміз керек емес пе? Әр нәрсенің өз орны бар. Бір рет қателесіп, қателігін түзейтін адамды кешіру мүмкін. Бірақ екінші рет олай істесең, оны ешкім адамгершілікке жатқызбайды. Мен олай ете алмаймын. Енді не істемексің? Өзім де білмеймін ғой. Ана жерден дәм ауыз тиіңіздер. Ей, сен мұнда қай бетіңмен келдің? Қай бетіңмен дейсің бе? Көңіл айтуға келген адамдарды қарсы алуға келдім. Жунженің әкесі, сені кешірмейтін 100 себебім бар. Дәм тұзыңның таусылғанын өкінішті. Мені енді көріп тұрсың ба? Жақсылап қарап ал. Соңғы рет қоштасуымыз керек қой. Қоштасайық. Сен де ұлың сияқты екенсің. Сенің ұлыңда 10 жыл бойы әкесін бір рет іздеп келмеп еді. Өлген соң,
әкесін жоқтап шырпыр етіп жүр. Бәрі де ақша үшін шығар. Сенің бұлай келгіштеп жүргенің бізге де бірдеңе бұйырама деп жүргенің шығар. Солай емес пе? Сәл күте тұрсаң, сені де құралақан қалдырмаспын. Ал егер бұлай елді дүрліктіретін болсаң, көк тиында татырмайым. Есің дұрыс па сенің? Ақымақ. Бірдеңе дәметіп, арамызға түскен ұлың екеуің емессіңдер ме? Дегеніңе жетіп, тілегеніңді алдың. Ең болмаса, соны қаныға тұтпайсың ба? Ұры боп келіп едің. Енді қожалық қылғың келіп жүрме? Не? Ұры? Сен кімсің тағы? Ұрмақсыз ба? Ұруға қақыңыз жоқ сияқты еді. Сен кімсің? Сен кім едің сонша? Алдымен өзің тіліңе ие бол. Сенің танысың беді? Бәсе? Жібер ғане. Бұның не сенің? Бұның не дейсіз бе? Менің де бір нәрсе білгім келеді. Не? Дәріңізді уақытылы ішіңіз. Жоң, саған не болды? Не істедің маған? Істеймін десем, қолымнан бәрі келеді. Бірақ ештеңе істегем жоқ. Сен өзіңнің істеген жамандықтарыңды ұмытпауың керек. Өміріңнің соңына дейін бір сәтке де есіңнен шығарма. Өз қомағайлығыңның кесірінен істеген жамандықтарыңды ұмытпасаң, және соған қолың жетпей қалғаны есіңе түскен сайын қиналатын боласың. Жүріңіз кетейік. Бізге тағы да салат беріңізші. Мен қызметші емеспін. Қазір... Ой, ханым. Ханым? Қайғыңызға ортақпыз. Жүзіңіз бозарып кетіпті ғой. Сонда да әдемісіз, ханым. Өздерінде бір қағида деген жоқ екен. Қандай жақсы. Мен неге осындай қатып қалған қағиданы жақсы көреді екем? Есімнен адасатын шығармын. Юран әпке қайда кетті екен? Жалғызсырап қалдым ғой. Әлде маған бір нәрсе істеу керек пе? Айғақ табылып па? Жоқ әлі. Жерлеу рәсіміне бармайсың ба? Бармайым. Сонда да барғаның дұрыс шығар. Қай бетіммен барам? Әкемнің неден қайтыс болғанын әлі анықтай алғам жоқ. Міндетті түрде жасау керек пе? Нені? Сараптама. Не? Болар іс болды дегенің ғой. Қазір бірден анықтаған күннің өзінде әкең қайта тіріліп келмейді. Оларға бекерге тиісіп қайтесің.
Одан да мүмкіндігінше дұрыстап сөйлесіп, әкеңнің байлығынан өзіңе тиесілі үлесіңді алып, келісімге келгенің дұрыс емес пе? Солай дұрыс деп ойлаймын. Біреудің қайғысы болса да, бұлай деуге бола ма екен? Мен дұрыс емес сөз айтқан жоқ сияқтымын. Жақсылап ойлан. Жунше, мен бір нәрсені көрген сияқтымын. Сен менің жанымда жүріп, менің қайғым жүрегіңді ауыртып, көруге болмайтын жаман нәрселерді көріп, осының бәрі сенің жадыңда қарадақ боп сақталып қалама деп қорқам. Мен керісінше бойымдағы қабілетім мен сені қорғай алатыныма қуанып жүрсем. Сен мені қорғайсың ба? Не болды, Жунше? Мен қорғай алмайтын сияқтымын ба? Жер бетіне шығып көп нәрсені білмей сенің көзіне ақымақ боп көрінгеніммен, теңізде жүргенде көп нәрсе қолымнан келетін. Солай ма еді? Әрине. Әрбірден соң мен мына жер бетінде қалған азғана су перісінің бірімін. Қазіргі таңда сүңгуір қайыққа мініп теңіз астында балық аулап жүретін сен сияқты адамдардан аман қалудың өзі мен сияқты су перісіне оңай емес. Ол аздай акулалар шабуыл жасайды. Соның өзі менің мықтылығым ғой. Егер акула шабуылдаса қайтесің? Мен акуламен шайқассам жеңіп кетем. Мә саған, рас па? Менің қызым мықты екен ғой онда. Әйтеуір күлдің ғой. Мен алдағы уақытта да саған тек күлкі сыйлайтын болам. Қорған болам, күлкі сыйлайым деп, әдетте жігіттер айтады ғой. Қорған болам, күлкі сыйлайым. Әй бір, менің айтатын сөздерімді сенің айтып тұрғаның қалай? Қап, енді қайттық. Әлі еш нәтиже жоқ. Мына шақта. Қайда бұрасың? Астыңғы қабатқа. Ол жақтың бәрін қарадық қой. Мұнандай жасап қойған екен ғой, бұрын жоқ еді. Мамандармен бірге бұл жердің бәрін қарап шықтық. Осы жерде. Бәрпі гүлі, ұстама. Қолыңның ұшында тигізбе. Саусақ бедер қалып қояды. Мұнау не? Су перісі емес пе? Мадеюң. Мадеюң болған мына жерде. Каң Сохидің Каң Джихион екені анық. Жунже, келгенің жақсы болды. Ағаң екеуің келген кісілерді қарсы алуларын керек қой. Әрине. Бірақ сізді тұтқындап әкеткен соң ғана. Не? Марқұм Хойылжун мырзаның өлімі қазіргі сәттен бастап қасақана өлім ретінде танылып іс қозғалатын болды. Қасақана өлтірілген? Марқұмның мәйіті осы сәттен бастап құзырлы органдардың қатысуымен сараптама жасатуға жөнелтілетін болды.
Не дедіңіз? Кім рұқсат береді сізге? Кang Сухи ханым. Ой, Кang Джи Хян ханым. Сізді кісі өлімін ұйымдастырған күдікті деп тұтқынға аламыз. Ешқандай жауап бермеуге және өзіңіз жақсы көретін қорғаушыңызды пайдалануға қақыңыз бар. Дәлеліңіз бар ма? Ордеріңіз бар ма? Сіздің анаңыздың үйге әдемілеп жасырып қойған айғақтарын оп-оңай тауып алдық. Соның арқасында ешқандай ордерсіз ақ жедел тұтқынға аламыз. Сонда сен не, мені өз күйеуін өлтірді деп айыптап тұрсың ба? Жала жапсаң да қисын келтіргенің дұрыс болар. Бұны марқұм күйеуім естісе, қалай қиналатын білмейді шығарсың. Жап аузыңды. Әкемнің атында атаушы болма. Міне мына жігіттің сөзінің жаны бар. Бұларың не? Менің қолыма кісен салғандарың қалай? Босат. Шеш мынауыңды, шеш деймін. Босат қане, сендердің бұларың үлкен қателік. Босат дейм. Жазықсыз адамға бұлай істеп, аман қалам деп ойлайсыңдар ма? Шеш қане. Шейхион, қорғаушыға хабарлас. Шейхион, қорғаушыны шақыр тез. Жексұрын неме? Шейхион. Әпке? Иә. Айтпақшы, мұнда не болып жатыр? Бәріне не болған? Мұндайда болады екен-ау. Жунженің жүрегі одан бетер ауырған шығар. Анасын тапқаны кеше ғана еді, енді әкесінен айырылып отыр. Көлігің қайда еді? Мен автобуспен келдім. Жеткізіп салайын ба? Әуре болма. Жарайды, сөйтесің бе? Тым кеш боп кеткен сияқты. Бірақ сен мені дұрыс түсінбей қалма. Мен өзімді ыңғайсыз сезінем. Мына жерде? Өзі сондай көрікті екен расында да. Хей! Налар сонша шулады ғой. Керемет. Рас па? Өзін бақытты сезініп кетті ғой деймін. Иығыма басын қойып ұйықтап қалғанын білсе, ыңғайсызданатын шығар. Қалайша? Өзі қыздан да әдемі екен. Өте әдемі. Хей, сен көріп пе едің? Тамаша кино екен расында да.
Мен мұны сондай жақсы көрем. Менің түсуім керек қой. Осында ұйықта. Айтпақшы, Ма Де Йоңның жадысын өшіріп тастасам да, Су Персін ұмытпаған сияқты. Соны айтам. Ма Де Йоң Дамрёнға қарағанда жақсы сияқты. Су Персін ұмытпай, ойлап жүргеніне қарағанда солай. Сейхуаның да айтқан сөздері сондай тәтті еді, күлкісі де әдемі, іс-әрекеті де өзі ұяң еді. Түрің ұқсағанмен басқа адам емессің бе деп ойлап жүрмін. Не болды сонша? Айтпақшы, өткен өмірдің қайталанып жатқаны рас па? Солай ма? Не болды? Шынымды айтсам, Ма Де Йоңның жадысын өшірген кезде тағы бір адамның түрін көрдім. Кімнің? Біз өлген кезде бізге қадалған найза Ма Де Йоң лақтырған найза емес болатын. Не айтпағыңды түсінбедім. Ол найзаны бізге басқа адам лақтырды. Сол адамның түрін көрдім. Кім ол? Біз білетін адам. Менің түсінгенім бойынша, мұнда тек жанама айғақтар ғана. Нақты дәлел жоқ. Яғни әлгі ұлы затты президент мырзаға сіздің бергеніңізді дәлелдейтін айғақ жоқ. Олар сізді тергеуге алады. Жай ғана тыңдап отыра беріңіз. Егер жауап талап етсе, жауап беруге қиын сұрақ болса, есімде жоқ. Басым ауырып отыр, басымның сақинасы бар еді деп сылтауратып отырып алсаңыз болады. Ордерсіз жедел тұтқындаған соң олар сізді 48 сағатқа ғана ұстап отыра алады, ханым. Тез жауап беріңіз. Егер жауап жоқ болса, дәлел ретінде саналып кетеді. Білмеймін. Қараңыз, сізде бір ыдыс және 10 дәрі болған. Білмеймін. Тыныштандыратын дәрінің рецепті сізде қайдан жүр? Ой, басым ауырып кетті, білмеймін. Бәрпі өсімдігін суға ездіңіз бе? Ой, мен ештеңе білмеймін. Менің ұмытшақтығым бар еді, білмеймін. Есімде ештеңе жоқ, ештеңе білмеймін. Мен ештеңе білмеймін, мені мазалай бермеңдер. Ол ештеңе білмеймін деп шыдап отырып алды. Қолымыздағы айғақтармен бәрін дәлелдеп шығам деп ойлап едім. Егер мойындаса, ол мұрагер болу құқығынан айырылып, құралақан қалады. Демек ол аяғына дейін мойындамауға тырысады. Егер мойындамаса, оны ұстап отыра алмайсыз ғой. Қазір ғана Хоң тергеушімен сөйлесіп шыққан сияқты. Бүгін кешке сағат 6-да анаңыз босап шығады. Олай болса, бүгін кешке қалай қарайсыздар? Себебі Хоң тергеуші бұлай құралақан отырмас. Сондықтан одан бұрын қимылдағанымыз жөн болар.
Ой, Не болды? мұнда Жунже аға... Жунжеге не болды? Жонамдудың есі ауысқан ба? Онысы несі? Мен жалғыз барсам бола ма? Сізге қауіп төнсе қайтем? Тео, сен бір нәрсені білмейтін сияқтысың. Екеуміз күресетін болсақ, сенің сүйектерің сыр береді. Одан да менің сенен әлдеқайда күшті екенімді біл де тездет. Мықтап байла. Ей, жексұрын неме? Бұның не сенің? Маған бұлай етуге қалай дәтің барда? Күшік, сен бір қызға бола, көзің соқыр болып. Менімен бірге бастаған шаруаны орта жолдан тастадың. Мені сен бірінші сатып кеттің ғой. Маған да ішіп жеп өмір сүру керек емес пе? Не болса да мені кешірерсің. Босат. Босат мені, жексұрын неме? Айтпақшы міне, Ол не? сенің өсиет хатың. Ертең таңертең сенің бөлмеңнен табылатын болады. Ал сен бүгін әкеңді өлтіргеніңді мойындап, хат жазып, өз-өзіңе қол жұмсайтын боласың. Не? Олай істеме. Олай істеме. Сенің әкеңді өлтірген улы дәрі. Тез болса, 10 минут әрі кетсе, 30 минуттың ішінде жаның тыныш табатын болады. Түсіндің бе? Ей, сен оңбаған. Жексұрын, әкеңнің мұрагері бола алмағаның үшін оны өлтірдің. Оның үстіне сен біздің үйдің жобасында өте жақсы білесің. Айғақтарды астыңғы қабатқа жасырып қойдың. Ей, Жунже. Әңгімені ойдан құрастыра салу қиын болмайтын сияқты. Чихё, Япа, ана жігітті ертіп сыртқа шыға аласың ба? сенің ойыңдағыны жүзеге асыртып қойып қарап отырады деп едің? Қарап отырмағанда қайтайын деп едің? Әдетте өлген адам сөйлемейді емес пе? Әне, әкеңе қараш. Бір ауыз сөзге келмей жатқан жоқ па? Сен әкеме олай етуге қалай дәтің барды? Әкем саған сондай мейірімді бол демес пе? Мен мейірімді болмадым ба? 17 жыл. 17 жыл бойы Чихё екеуміз сенің әкеңнің аузынан шыққан сөзді орындадық. Бірақ әбден қартайып, мұрагер керек болған кезде өзінің ұлын іздеген көрмейсің бе? Қара. Сол үшін өлтірдің бе? Иә, өлтірдім. Бәрібір әкең қартайып кәрі қойдың жасындай ғана жасы қалып еді. Шынымды айтсам, ол әлгі уды бір-екі ақ рет ішкен жоқ. Сол дәріге қалай құмар болып қалған өзі де білмей қалды бейшара. 1 жылдан астам уақыт ішіп келді. Бірақ неге өсиет хат қалдырмақ болды? Өсиет хат туралы сөз шыққан соң қаным қайнап, оны ертерек аттандырып жібердім. Солай өлтірдім. Иә. Сонда бұрынғы күйеулеріңді де солай өлтірдің бе? Кang Ji-hyun. Иә. Бірақ 20 жыл өтсе де, оны ешкім білмеді. Бәлкім енді 20 жылдан соңда ешкім білмейтін шығар. Әкеңді өлтіргендей, сені де өлтіретінімді.
Солай болады деп ойлайсың ба? Ей! Кімнің қоңырауы шырылдап жатқан? Жұмыс уақытында сөндіріп қоймайсыңдар ма? Шығыңдар! Бұл не сұмдық? Не боп жатыр? Сен не? Жібер қане! Жібер дейм! Сен маған жақындама! Сен өзің жасаған қылмысыңды өзіңе мойындату үшін қаншама адам осындай рөл сомдауға тура келгенін қараш. Ей, мына кісі тағы да өтірікті алып қалып жүрмесін. Тезірек тұтқындап, темір торға тоғыту керек. Жалғыз отырсын. Жібер! Жібер! Жібер дедім мені! Жіберіңдер! Жүр қане! Ей, Хожунже! Сені ма? Жібер қане! Мен Хочехионнан тапсырыс алдым. Мен не сатқынға ұқсайын ба? Маған тапсырыс берген несі? Чехион адам таниды екен өзі. Сонымен сен не дедің? Не деуші едім? Келістім. Ей, бір. Саған сенім жоқ екен ғой. Ей, білесің бе? Ол әкеңнің мұрагері, ал сенің түгің жоқ қой. Сен менің қағидамды білесің ғой. Бірінші ақша, екінші одан да көп ақша. Онда ақшасын алып тапсырысын орындай салмадың ба? Мұнда келіп несіне бізге айтып отырсың? Өкінішке қарай үшінші қағидама сай келмей қалды. Үшінші? Ол не еді? Әдеп. Не? Мен әдептілікті жақсы көрем. Ол оңбаға маған қайта-қайта сен деп дөрекі сөйледі. Мен де сен деп сөйлеймін ғой. Енді сен мен тұрып жатқан үйдің иесісің ғой. Үйімнің қожайынына көзқарасым ерекше. Сонымен істеймін дедің бе? Жоға, істемеймін дедім. Не істемексің? Бірге ұрамыз да? Нені? Ту сыртынан пышақ. Бізді тыңдауы мүмкін. Хабарлама жіберем. Айғақ табылып па? Табылды ма айғақ? Жоқ әлі. Жерлеу рәсіміне бармайсың ба? Бармайым. Ашуланғандай бол. Сонда да барғаның жөн шығар. Қалай барам? Әкемнің неден қайтыс болғанын әлі біле алмадым. Әлі еш айғақ таппадым. Болмайды. Тағы да қаттырақ ашулан. Міндетті түрде жасатуың керек пе? Сараптаманы? Біреудің қазасы болса да, бұлай дегенің жарамас. Дұрыс, жарайсың. Ақырындап дайындала берейік. Жақсы. Көлікке жақындаған кезіңде ұрам. Құла. Кішкене шынай қылсаңшы. Артыңнан келіп ұрдым. Маңтайың қанамайтын шығар енді. Ей, оңбаған, онсыз да қатты ұрдың ғой. Қайта темірмен ұрғам жоқ қой. Жай ғана тиді. Соғанда долданасың ба? Мына жерден оңға мет, солға мет. Тіке. Сенің кесіріңнен адасып қалдым ғой. Жібер! Сен Хожунже! Жібер деймін! Жібер! Жібер! Апа? Чехион! Жексұрын неме? Қой, болды. Чехион! Тоқтатыңдар! Ұстаңдар! Иә, жарайсыздар. Ұстаңдар!
Ей, ей! Шихьон! Хошунже! Оның түрін көрдім. Ол Хо Чухён. Он 8-ші бөлімнің соңы. Фильм «Шахар» телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.